Сәлем YouTube достарым. Бүгінгі жасайтын салатымыз көкөністі пирог деп аталады. Бізге қажетті заттар: 5 дана құймақ, 2 дана картоп, 1 қызыл сәбіз, 1 кішірек қызылша, 100 грамм ірімшік, 2 жұмыртқа, 100 грамм шұжық, 150 грамм майонез бен 50 грамм укроп. Блиныйдың үстіне майдалап туралған картопты себемін. Үстінен майонезбен әрлейміз. Екінші блиныйды жауып, үстіне майдалап туралған сәбізді саламын. Және үстіне майонезбен әрлеймін. Үстіне укроптан да себелеймін. Кейін туралған шұжықты салып, үстіне майонезбен әрлеймін. Төртінші блиныйды салып, үстіне қызылша мен жұмыртқаны майдалап тураймын. Үстіне майонезбен әрлеп, укропты сеуіп қоямын. Бесінші блиныйды салып, үстіне үккіштен өткізілген ірімшікті салып, майонезбен әрлеймін. Үстіне укропты да себелеп қоямын. Мен көкөністі пирог дайын. Ас болсын. Ұнап жатса каналыма жазылып, лайк басып қойыңыздар.